Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы 128 жалпы білім беретін мектептің мұғалімдері және директор орынбасарлары өздерінің жазған авторлы бағдарламасы бойынша тәжірибелерін таратады. Бүгін вебинар кезінде сіздер тыңдайсыздар. 3-ші сыныптарға арналған оқу сауаттылығын дамыту тақырыбында элективті курс бағдарламасы туралы Төлеубекова Раушан айтады. Екінші, дүниежүзі тарихынан 10 сыныптарға арналған әлем өркениеттерінің тарихы тақырыбындағы элективті курс туралы Мәуленқұл Нағима. 8-ші сыныптарға арналған оқу сауаттылығы элективті курс бағдарламасы туралы қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі Жолшиева Мадина. 4-ші сыныптарға арналған жобалық оқыту элективті курс бағдарламасы туралы бастауыш сынып мұғалімі Махамбетова Раушан. 10-ші сыныптарға арналған Қазақстан тарих пәнінен тест жинақтары туралы тарих пәні мұғалімі Османова Гүлмира және білім беру ұйымдарының оқу жөніндегі орынбасарларына арналған әдістемелік құрал бойынша басшы орынбасарлары Досболова Сайра, Қалдыбекова Лариса өз тәжірибелерімен бөліседі. Енді қазір сіздер бастауыш сынып мұғалімі Раушан Төлеубекованың 3-ші сыныптарға арналған оқу сауаттылығын дамыту тақырыбындағы элективті курс бағдарламасымен танысасыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Әлем өркениеттерінің тарихы атты 10-шы сыныпқа арналған элективті курс 34 сағат тарих пәні мұғалімі Мәуленқұл Нағима Әметханқызының жазып шығарған бағдарламасы. Курстың мақсаты оқушыларға әлем өркениеттерінің қалыптасу кезеңі, дамуы, мәдени жетістіктері туралы жүйелі білім беру, дүниетанымын кеңейту, мәдени мұраларды құрмет сезімін қалыптастыру. Міндеттері әлемдік өркениеттердің негізі дағдыларын таныстыру, тарихи мәдени тарихи деректермен жұмыс жасау, өркениеттердің өзара ықпалы мен сабақтастығын анықтау, Қазақстан өркениетінің әлемдік өркениеттермен байланысын зерделеу, жаһандық дәуірдегі өркениеттер диалогын маңызын түсіндіру. Бағдарламаның өзектілігі жаһандану дәуірінде әлем өркениеттерінің тарихи мәдени мұрасын қалыптастыру, өркениеттердің өзара ықпалы мен байланысын түсіну маңызды. Дүниетанымды кеңейту, өркениеттер тарихын зерделеу оқушылардың дүниетанымын кеңейтеді. Мәдениетаралық байланыс, қарым-қатынас, толеранттылық, құрмет пен құндылықтарды қалыптастыруға ықпал ету. Осы бағдарламадан күтілетін нәтиже: даму кезеңдерін білу, оқушылардың өркениеттерінің даму кезеңі мен ерекшеліктерін біледі, деректерді талдайды, салыстырады, қорытындылайды, дағдыларды меңгереді, мәдени мұраны құндылығын түсінеді, қазіргі қоғаммен байланыстыра алады. Қазақстанның әлем өркениетіндегі алатын орнын бағамдайды. Яғни жаһандану дәуірінде өркениеттердің арасындағы диалогтың маңызын түсінеді. Пәнаралық байланыс, яғни бұл география пәніменен, әдебиет, мәдениеттану, өнер тарихы, философия, құқық пәндермен тікелей байланысты. Әлем өркениетінің курсы мынандай 8 бөлімнен тұрады. Бірінші, өркениет ұғымы және кіріспе, өркениет ұғымы және оның маңызы, зерттеу кезеңдері. Екінші, ежелгі өркениеттер, соның ішінде Шумер, Вавилон, Египет, Үнді, Қытай өркениеттерінің жетістігі. Антикалық өркениет, Грекия, Рим өркениеттері, орта ғасырлық өркениет, орта ғасырлардағы Византия, Ислам, араб елдері, Европа, өнер, ғылым, дін, феодализм туралы материалдар қаралады. Қайта өрлеу дәуірі, жаңа дәуірдегі өнер, ғылым, гуманизм, географиялық ашулар, ғылыми революциялар. Және 19-20 ғасырдағы индустриалды қоғам, мәдениет өзгерістер. Және 7-ші Қазақстанның ұлы дала, мәдени мұра, мәдениетпен байланысы. Және 20-21 ғасырдағы ғасыр диалогы, жаһандану, мәдениетаралық қарым-қатынастар мен өркениеттер диалогы деген бөлімдерден тұрады. Және осыны оқыту барысында көптеген платформаларды пайдалануға болатындығын айта кеткім келеді, және оны осы бағдарламамда
енгіздім. Бұларды курсты пайдалануда мынандай әдіс тәсілдерді пайдаланса болады. Google Classroom, Kahoot, Padlet, Zoom Times, тағы да басқа Quizlet, Canva сияқты инфографика жасау, жобалық жұмыстар жасау, постерлі, хроникалық карталар жасауға болады. Оның интерактивті сауалнамалар, кері байланыс алу үшін де көптеген осындай жаңағы бағдарламаларды пайдалануға болады. Енді осы бағдарламаға қойылатын талаптар: сыни ойлауға үйрету, дерек көздерді салыстыра отырып маңыздылығын анықтау, деректерді талдау, дерек көздердің маңызды ақпаратты ажырата білу, себеп салдарларын анықтау, зерттеу дағдылары, жеке және топтық жұмыстар жүргізе білу, пікірін салыстыра білу, түрлі көзқарастарды тыңдап, өз пікірін дәлелдеу, қорғау, басқалардың пікірлеріне құрметпен қарау. Теорияны практикада қолдану, тарихи материалдарды, практикалық тапсырмаларды қолдану, өмірмен байланыстыру, тарихи баға беру, тарихи оқиғалар мен тұлғаларға объективті баға беру, маңыздылығын түсіну жасай алады. Қорытындылай келе, әлем өркениеттерінің тарихы курсы оқушылардың тарихи мәдени білімін тереңдетіп, адамзат өркениетінің қалыптасу кезеңдерін, жетістіктерін, сабақтастығын жүйелі түрде меңгеруге мүмкіндік береді. Яғни тарихқа құрмет ең бірінші. Жас ұрпақты тарихты құрметтеуге, мәдени мұраны бағалауға тәрбиелеу. Екінші, диалог, яғни өркениеттер арасындағы диалогтың қазір қоғамдағы маңызын түсіну, дағдыларды дамыту, яғни салыстыру, талдау, қорытындылау дағдыларын дамыту, болашаққа бағдар, яғни жоғарғы оқу орындарында білім алуға дайындық деңгейін арттыру үшін керекті материал деп есептеймін осы бағдарлама. Яғни тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет, Нағима Мәметханқызы. Енді екінші, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Жолшиева Мадина Шахизадаевнаның оқу сауаттылығы тақырыбында 8 сыныптарға арналған элективті курс бағдарламасы туралы тыңдаңыздар. Мадина апай, сөз сізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің бүгінгі элективті курс бағдарламам оқу сауаттылығы 8 сыныпқа арналған. Бұл бағдарламаның негізгі өзектілігі жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқу сауаттылығы ұғымын оқушылардың мәтіндерде ұғына, оқу қабілеттілігі мен рефлексия, олардың алдыға қойған мақсаттарына қол жеткізу үшін қолдануы, білімдер мен дағдыларын қоғамның белсенді түрде араласуы үшін дамытуы көзделген. Оқушыларды оқу мен мәтіндермен жұмысы барысында меңгерген білімін өмірлік жағдайларға қолдана білу ептіліктерін бағалауға бағытталған. Енді негізгі бұл бағдарламаның мақсаты оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын дамыту, яғни оқушының мәтіндердегі әртүрлі жағдаяттар арқылы қоғамның болашақта өзгермелі қоғамның түрлі салаларында өмірлік мәселелерді шеше білуге үйрету. Бағдарламаның міндеті оқу сауаттылығында оқушыларды мәтінге берілген ақпаратты түсінуі, қолдануы, ондағы әртүрлі мәліметтерді салыстырып көру, автордың ойын білу, жауапты дайындау барысында әлем туралы пайымдауына сүйеніп, өз өміріне қолдану, болашақ мамандығын таңдауға ықпал ету. Бұл жерде бұл бағдарламада күтілетін нәтиже әлемнің көптеген елдерінде балалардың білім алуы аяқталған біліммен түсіндіріледі. Осы жаста өздерінің мамандықтарын таңдау мен болашақ білім алу траекториясын анықтау көзделеді. Оқушылар оқыған педагогикалық әрекеттің маңызды бағыты ретінде түсіну қабілетін қалыптастырады. Оқушылар қойылған сұраққа толық жауап беру барысында мәтін ақпаратын пайдалануға үйренеді. Және одан да маңызды нәрсе оқушы белсенділігінің басты көрсеткіші ретінде ойлау қабілеті қалыптасады. Оқушылар әртүрлі мәтінде берілген ақпаратты салыстырып көру, автордың ойын білу, жауапты дайындау барысында әлем туралы өз пайымдауына сүйеніп, өз ойын қорғайтын дәлелдер келтіре алатын болады.
оқушылар функционалдық сауаттылықтан алған білімдерін, құзыреттілігі мен білімін өмірде тиімді қолдануды қалыптасады. Енді негізі бағдарлама мынандай 5 бөлімнен тұрады. Бірінші, мәтіннің жағдаяты және оның санаттары, мәтін және оның түрлері, мәтін форматтары, аспект, мәтінге қатысты сұрақтар. Енді жеке-жеке не қылатын болсақ, ашатын болсақ, осы бөлімдерді мәтіннің жағдаяты мен санаттары. Бұл мәтін не үшін беріледі? Жеке пайдалану үшін оқылады, жалпылама пайдалану үшін оқылады, жеке білім алу үшін оқылады, және кәсіпке белгілі бір мамандыққа баулу үшін оқытылады. Яғни мәтін жағдаяты және санаттар дегенде бөлімдер осы тақырыптар қарастырылады. Екінші, мәтін және оның түрлері. Бұл мәтіннің түрлері жалпы қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша сипатталмалық мәтін, баяндамалық мәтін, түсіндірмелік мәтін, дәлелдемелік мәтін, нұсқаулық және келісімдік мәтін. Енді мәтіннің форматтарына келетін болсақ, мәтіннің форматтары қандай түрде беріледі? Бүтін мәтін түрінде беріледі, графикалық мәтін түрінде беріледі, бір тақырыпқа негізделген мәтін және аралас мәтін. Осы жерде осы бөлімдерді ашатын жағдайда графикалық мәтін деген бұл кәдімгі белгілі бір диаграмма, кесте түрінде беріледі. Аралас мәтін, бүтін мәтін мен графикалық мәтіннің екеуінің аралас түрде келуі, бір тақырыпта негізделген мәтін дегеніміз, бұл бір тақырып беріледі, мысалы күз тақырыбы. Сол күз тақырыбына арналған бірнеше 2-3 мәтін беріледі. Сол жердегі түйінді ойды анықтау керек бала. Ары қарай аспект. Аспектте біз мәтінді жан-жақты түсіну үшін, мәтінді жаңағы сұрақтарға жауап беру үшін жан-жақты талдаймыз. Бұнда мәтіннен бірінші ақпаратты іздеу, мәтінді кеңінен түсіну, мәтінге аннотация тезис жасау, мәтінге интерпретация жасау, мәтіндегі тірек сөздерді перефразалау, мәтін мазмұнын көрсету және бағалау, композициялық талдау жасау, мәтін формасы нысанына тоқталу, автор ойына тоқталу және мәтіннің негізгі идеясы мен тақырыбын ашу. Енді соңғы бөлімде мәтінге қатысты сұрақтар. Балалар мәтінді жақсылап түсініп болғаннан кейін мәтіндегі оймен сұрақтар құрастыра білу керек. Себебі бізде сол оқу сауаттылығының негізгі міндеті ішіндегі ақпаратты баланың қаншалықты түсінген түсінбегенін анықтау. Мәтінде нақты жауабы бар сұрақ, жабық сұрақтар, оның түрлері классикалық және күрделі жабық сұрақтар, 2 типті сұрақтар. Яғни, міне осы бағдарламаның негізі осылар, бөлімдер осылар. Енді мәтіннің жалпы оқу сауаттылығының ең соңғы қорытындылай кетсек, бұлда не алады? Бала өмірде оқып жатқан білімін қалай қолдануға алынады, екінші қолдануды жақсы алады, және мынау пизаға дайындау, бұл негізгі бұл оқу сауаттылығы бағдарламасының негізгі түйіні сол пизаға дайындау және ұбт-ға дайындау балаларды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Мадина апай, рахмет. Енді келесі тыңдайтындарыңыз бастауыш сынып мұғалімі Раушан Төлебекованың оқу сауаттылығын дамыту тақырыбында 3-ші сыныптарға арналған бағдарламасымен танысасыздар. Раушан апай, тез айтып шықсаңыз. Сәлеметсіздер ме? Менің оқу бағдарламам оқу сауаттылығын дамыту. Оқу адам өміріндегі маңызды дағдылардың бірі. Енді қазіргі ақпараттық қоғамда оқудағы сылфың маңызы күн санап артып келеді. Бұл дағды тек білім алудың құралы ғана емес, сонымен қатар жеке тұлғаның да жан-жақты дамудың кілті болып табылады. Оқу арқылы адамды ақпаратты өңдеу, талдау және сыни тұрғыдан бағалау қабілетін дамыту. Алайда қазіргі таңда көптеген оқушылар оқуға деген қызығушылықтың төмендеуін және оқу дағдыларының жеткіліксіз дамуымен бетпе-бет келуде. Бұл мәселе олардың академиялық үлгеріміне, болашақ кәсіби дамуына және жалпы өмірлік сапасына әсер етуі мүмкін.
Осы мәселелерді шешу үшін оқушылардың оқу дағдыларын жетілдіру бағытталған арнайы бағдарламалар қажет. Біздің авторлық бағдарлама осы қажеттілікке жауап береді. Оқушылардың оқу деңгейін арттыруға, олардың оқуға деген ынтасын оятуға және оқу процесін әрі тиімді етіп қолдануға. Бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың оқу жылдамдығын арттыру, мәтінді түсіну, талдауды қабілетті дамыту, оқығанын есте сақтау және сөз қорын байыту, сөздерді контексті қолдану біліктілігін арттыру. Әртүрлі жанрдағы мәтіндермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. Оқу барысында негізгі ақпаратты анықтау, ойын жүйелі қабілетін дамыту, сонымен оқу арқылы өз бетінше білім дағдыларын арттыру. Мәтінді бөліктерге талдауға кіріспе. Мәтін талдауда оның мазмұнын, құрылымын, әсерін терең түсіну мүмкіндік беретін кешенді процесс. Бұл презентацияда біз мәтінді тиімді талдаудың негізгі аспектілерін қарастырамыз. Мәтін құрылымы оның элементтері: тақырыптар, абзацтар, сөздер, сөйлемдер. Мазмұнды талдау және стилистикалық талдау, яғни автордың жазу стилін зерттеу, қолдану, тілдік құралдар, бұл жерде метафора, эпитет анықтау, тон мен көңіл күйді қарастыру. Талдау әдістерін салыстырмалы кестесі, яғни бұл мазмұндық, стилистикалық, негізгі идеялар мен аргументтер, мақсат, аудитория, және жазу стилі, тілдік құралдар, көңіл күй. Тиімді талдау стратегиялары: мұқият оқу, жазу және карта жасау. Цифрлық және құралдардың рөлі. Жерде талдауға арнайы бағдарламаларды қолдану. Талдаудың маңыздылығы: терең түсінік беру, яғни ақпаратты түсіне білу, сапалы шешімдер, негізгі тиімді шешімдерді қабылдау, тиімді және қарым-қатынас жүргізу. Мәтінді талдаудан арқылы біз ақпараттық әлемде табысты әрекет ете аламыз. Назарларыңызға рахмет. Раушан апай, рахмет. Енді келесі тыңдайтындарыңыз оқушыларына арналған жобалы оқыту элективті курс бағдарламасы туралы бастауыш мұғалім Раушан Абуовнан тыңдайық. Раушан апай. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Жаңартылған білім мазмұны жағдайындағы жалпы білім беретін мектептің гимназия, лицей оқушыларына арналған жобалық оқыту. Курстың мақсаты оқушыларға қазақ тілінің жобалық тапсырмалары арқылы меңгеруін жетілдіру, тілдік дағдыларын дамуына және шығармашылық қабілеттерін шыңдау бағдарламалары міндеті. Оқушыларға қазақ тілінде сөйлеу және жазу дағдыларын жетілдіру, коммуникациялық және зерттеу қабілеттерін дамыту, жобалық жұмыстар арқылы креативті ойлау және топта жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, презентация және көпшілік алдында сөйлеу машықтарын жетілдіру, оқушыларға уақытты тиімді басқару және деректерді жүйелі дағдыларға үйрету. Бұл жоба 4-ші сыныптарға арналған саяхат брошюрасын жасау. Яғни бұл жерде 4 қадамнан тұрады. Бірінші қадам саяхат бағытын таңдау, екінші қадам қызықты деректер мен суреттерді жинау, үшінші қадам брошюраның макетін жоспарлау. Бұның ішінде брошюраны қалай көрінетінін ойланады, беттерді қалай орналастыратынын, қандай сурет және қайда мәтін болады, қағазы бүктеу әдісін таңдайды. 4-ші қадам кіріспе бөлімді жазуда, яғни неліктен бұл орын ерекше. 5-ші қадам негізгі көрікті жерлерді сипаттайды. 6-ші қадам қосымша қайда тамақтануға болады, немесе қайда тұруға болады. Яғни бұл жерде оқушылар өздеріне дәмді тағамдарды татып дәмді тамақтану үшін сол қай жерде тамақтануға болатын жерлерін саяхат арқылы айтылады. 7-ші қадам суреттер мен безендірулерді қосу, брошюраларға яғни суреттерін салып, өздерінің жиналған суреттерді сол брошюра
Рахмет, Раушан Абуовна. Енді келесі тарих пәні мұғалімі Усманова Гүлмираны тыңдайық. Қазақстан тарих пәнінен 10 сыныпқа арналған тест жинақтары. Гүлмира апай. Қайырлы әріптестер, Қазақстанға бүгінгі менің ұсынатын бағдарлама Қазақстан тарих пәнінен 10 сыныпқа арналған тест жинақтары оқу әдістемелік құралды. Негізгі оқу әдістемелік құралдың мазмұнына тоқталатын болсақ, авторы Жандос Қазақстан тарихы 2020 жылғы оқу жылы бойынша жасалды. 10 сынып Қазақстан тарихы оқулығының барлық тақырыптарына тест жинақтарын құрастырып, тест жинақтау жасалды. Бұл әдістемелік құрал дайындалуға және оқытуға дайындалуға тапсырмасы құрал болып табылады. Бұл әдістемелік құрал мұғалімдер үшін ыңғайлы, себебі ол оқу үдерісін қызықты әрі тиімді ұйымдастыру үшін қажет. Бұл әдістемелік құралдың негізгі мақсатына тоқталатын болсақ, негізгі мақсаты 10 сыныптан емес, 11 сынып оқушыларына да Қазақстан тарихы пәнінен оқу әдістемелік құралдың тарихын терең түсінуге, тарихи ойлау қабілеттерін дамытуға, ұлттық сананы қалыптастыруға көмектесу. Нақтырақ айтқанда, тарихи сананы қалыптастыру арқылы оқушыларды тарихи оқиғаларды, тұлғаларды және кезеңдерді терең түсінуге баулу. Тарихи әдістемелік түсінудің мазмұнына тоқталатын болсақ, бұл жерде негізгі ұлттық бірыңғай тәсілдер мен мектеп ішіндегі имтихандарға дайындалуға арналған стресске, төзімділікке, уақытын басқаруға дағдыларды дамыту үшін жасалды. Жеке білім траекториясын құру арқылы оқушылардың әдістемелік күшті тұстарын анықтап, жеке дамыту үшін бағыттарға беру болып табылады. Бұл негізгі әдістемелік құрал бөлімдері қазақ халқының ішіндегі бірінші бөлім, екінші бөлім орталық Азия өркениеттерінің бөлімі, үшінші бөлім қазақ хандығының орталық Азияда алғандығы мемлекет, төртінші бөлім тәуелсіздік бұл отан мемлекеттің қайта жаңғыру болып тұрады. Осы төрт бөлімнен рекурстен стратегиясын қалып жасалынды. Бұл балаларға көмекші құралы жөнінде ұсынылып жатыр. Қазіргі таңда 10 сынып және 11 сынып оқушылары жақсы пайдаланып, сабақ барысында көмегін тигізіп жатыр. Бұл әдістемелік құрал 10 сынып оқушыларына ғана емес, 11 сынып оқушыларына да қорытындылай келе, бұл көмекші материал емешілер тыңдағандарына сай берген. Рахмет Гүлмира Тұрғанжанына. Енді сіздерге мынандай білім беру ұйымдарының оқушы жөніндегі орынбасарларға арналған әдістемелік құрал тақырыбында біз айтып кетеміз. Директордың оқушы жөніндегі орынбасарлары Досболова Сайра және Қалдыбекова Лариса. Бұл әдістемелік оқу құралында жалпылама. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздерге мен әріптесім Қалдыбекова Лариса орынбасарына екеуміз жазған директордың оқушы жөніндегі орынбасарына арналған әдістемелік құралмен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Аталған әдістемелік құрал білім беру ұйымдарының оқушы жөніндегі орынбасарларына оқу тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыруға маңызды көмекші құрал болып табылады. Құралда оқу ісінің жоспарлануы, мұғалімдердің жұмысын үйлестіру, оқу сапасын арттыру және білім беру процесін нормативті құжаттарға сәйкес жүргізу мәселелері нақты әлі жүйелі баяндалған. Әдістемелік құралдың мазмұны қазіргі заманғы білім беру талаптарына сай құрастырылған, педагогикалық менеджменттің заманауи әдістері мен технологиялар тиімді ұсынылған. Директордың оқушы жөніндегі орынбасары мектепте немесе білім беру ұйымы директордың білім беру академиялық процесін ұйымдастыруға, оқу бағдарламаларын орындауға және оқу сапасын бақылауға жауапты көмекшісі болып табылады. Басқару технологиясы ең аз күш, қаражат, уақыт шығындары мен тұрақты жоспарлаған нәтиже алуға мүмкіндік беретін әдістердің, операциялардың қатаң анықталған дәйектілігімен сипатталады. Бұл жағдайда басқарудың диалогтық сипатына баса назар аудару керек.
басқару технологиясының маңызды факторы оқу процесін басқару стилі, адамдарға деген көзқарас болып табылады. Бұл жерде маңызды факторларды мына естен шығармауы жөн. Бірінші, диагностика. Ол басқару қызметінің технологиялық тізбегі, мектеп қызметін толықтай талдау. Екінші, мақсат қою, алыс және жақын мақсаттарды белгілеу. Үшінші, болжау, болашақ қажеттіліктер мен даму тенденцияларын, ықтималды проблемаларды және ықтимал салаларды болжау. Төртінші, жобалау, тұжырымдаманы және даму бағдарламасын құру. Жобалау қызметінің бағыттары мен нақты мазмұнын әзірлеу, педагогикалық коммуникация. Бұл жерде қарым-қатынас, қайшылықтарды жою, жанжалдарды шешу, қызметті бағалау. Ұйымдастыру, күш-жігерді шоғырландыру, рөлдерді бөлу, мотивация, белсенділіктің талдырылу және нәтижесі салыстырмалы және болжамды. Диагностика және түзету, реттеу, бақылау, бағалау жүреді. Егерде сіздер өз мектептеріңіздегі басқаруды қалай жақсартқыңыз келсе, онда басты мынандай қадамдарға көңіл бөлу керек. Бірінші, нақты мақсаттар мен көзқарастарды белгілеу керек. Екінші, тиімді көшбасшылықты жүргізу керек. Үшінші, бірлесіп шешім қабылдау. Төртінші, біліктілікті арттыру. Бесінші, деректерге негізделген шешімді қабылдау. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары үшін оның жұмысының маңызды бағыты бұл оқу процесі мен оны ұйымдастыру. Себебі ол жұмысты жоспарлайды және басқарады. Сонымен қатар мектептің функционалды ішкі құрылымдылығын басшыларымен, білікті арттыру мекемелерімен, білім беру басқару органдарымен, ата-аналармен, мұғалімдермен және оқушылармен өзара әрекеттеседі. Бұл жерде оқу үдерісінің жөніндегі меңгерушінің қызметінің негізгі бағыттарын атап өткім келеді. Бұл жерде нормативті құжаттар жұмысымызда басшылық қалатын, педагогикалық кадрлармен жұмыс, әдістемелік жұмыс, сүйемелдеу қызметінің жұмысы, қосымша және білім беру ұйымдастыру, ата-аналармен жұмыс, сыныптан тыс және тәрбие жұмысы, мектепшілік бақылау жүйесі. Сөзімді қорытындылай келе, жалпы мектептегі жетістіктер жолына жету, ол тікелей директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарларының жұмысына байланысты. Кез келген шешімді бірлесіп шешу және де бір шешім қабылдау үшін, мақсат қою үшін алдындағы болған іс-әрекеттерге толықтай талдау жасап, деректерді талдау арқылы жоспарларды нақтылап, жетістіктерге жету жолдарын көздеуге болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Енді Сайрам Амангелдинаны толықтыратын болсам, бұл әдістеме нұсқаулықтың ішіне сіздер педагогикалық кеңес, әдістемелік кеңес, әдістемелік бірлестік отырыстарының, директор жанындағы кеңес жиналыстарының перспективалы жоспарлары, мектеп құжаттары мен оқу бағдарламасының орындалуын бақылау кестесін, мектепшілік бақылаудың перспективалы жоспары, білім алушылардың контингенті, оқу үлгерімен салыстырмалы талдау, жыл бойынша мониторинг жұмыстары, үздіктер бойынша, екпінділер бойынша оқыту сапасы және 9-11 сыныптардың бітіру емтихандарының қорытындысы, алтын белгі, үздік аттестат алған оқушылар туралы мәлімет, ұбт бойынша соңғы 3 жылдың нәтижелері және де мектеп бақылаудың үлгісі, одағы жазылатын анықтамалардың үлгілері, мектептегі мұғалімдердің санаты бойынша, сапалық құрам бойынша қалай жұмыс жасауға болады, педагогтердің білім беру жалпы санының үлесі, олардың санаты бойынша, әртүрлі сапалық құрамдары бойынша кестелер берілген және бұл жерде педагог қызметкерлердің педагогикалық өтілі бойынша магистранттар тізімі, сапалық құрамы, білімі бойынша және санаты бойынша әртүрлі нысанда кестелер берілген және әкімшілік мүшелерінің сапалық құрамы, жылдар бойынша жас мамандардың сапалық құрамы, жас мамандар туралы мәліметтер, соңғы 3 жылдағы жас мамандар туралы мәліметтер, озат тәжірибе педагогтердің сапалық құрамы және мұғалімдердің шығармашылығы, мұғалімдердің білім жетілдіру курстарынан өтуі, тағы да сол сияқты көптеген жұмыстардың нысандарымен танысуға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Біздің әдістемелік нұсқаулығымызды оқу орынбасарлары болатын болса, қолдануына ұсынамыз. Бүгінгі Мұхтар Әуезов атындағы 128-ші жалпы білім беретін мектептің мұғалімдері мен басшы орынбасарларының өткізген вебинарына қатысушы барлық ұстазға алғысымызды айтамыз. Рахмет, қатысып, пікір бөліскендеріңіз үшін. Қайырлы күн,
Құрметті әріптестер, бүгін мен сіздерге өзімнің авторлық бағдарламам Everyday Words and Phrases күнделікті сөздер мен тіркестер бағдарламасын таныстырамын. Мен Досова Нұрбану Бақтиярқызы, Алматы қаласы Мұхтар Әуезов атындағы номер 128-ші жалпы білім беретін мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімі болып табыламын. Бұл авторлық бағдарламаны мен не үшін таңдадым? Бұл бағдарламаның негізгі өзектілігі қазіргі таңда шет тілін білу және оның ішінде ағылшын тілін білу білім алудың ғылым мен технологиялық қол жеткізудің және халықаралық қарым-қатынастың кілті болып табылады. Қазақстанның білім беру жүйесі оқушыларды көп тілді және көп мәдениетті тұлғаларды қалыптастыруға ұмтылады. Сондықтан ағылшын тілін ерте оқыту оқушылардың тілдік қабілеттерін дамытудағы маңызды қадам. 4-ші сынып оқушылары үшін ағылшын тілі жаңа және күрделі пән болып қала береді. Бірақ оқуды қызықты және қолжетімді ету үшін күнделікті өмірде жиі қолданылатын қарапайым сөздер мен тіркестерін меңгеруге назар аудару өте маңызды. Бұл оқушылардың қарым-қатынасқа деген сенімін арттырады және олардың тіл үйренуге деген қызығушылығын бірге арттырады. Осы өзектілікке байланысты менде осындай авторлық бағдарлама жазған болатынмын. Бұл авторлық бағдарлама жалпы білім беретін мектептің 4-ші сынып оқушыларына арналады. Жылына 34 сағат, аптасына 1 сағатты құрайды. Бұл авторлық бағдарлама оқушылардың ағылшын тіліндегі сөздік қорын кеңейтіп, күнделікті қарым-қатынаста жиі қолданылатын сөздер мен тіркестерді меңгертуге бағытталған. Бағдарлама коммуникативтік әдіс негізінде құрылған, яғни оқушы алған білімін өмірлік жағдаяттарда еркін қолдануға үйренеді. Бағдарламаның басты мақсаты оқушыларды күнделікті өмірде жиі кездесетін ағылшын сөздері мен сөз тіркестерін қолдана отырып, негізгі деңгейде сөйлесуге үйрету. Ал міндеттеріне келетін болсақ, бағдарламаның негізгі міндеттері күнделікті өмірде қолданылатын жаңа сөздер мен тіркестерді жүйелі түрде меңгерту, сөздерді дұрыс айтуға үйрету, қарапайым диалог түрлерін құрастыруға үйрету, жағдаяттық тапсырмалар арқылы, мысалға дүкенде, сыныпта, көшеде сөйлеу үлгілерін қолдануға машықтандыру, күнделікті сөздер мен сөйлем үлгілерін жазбаша түрде дұрыс қолдану, қарапайым тақырыптар бойынша шағын әңгіме құрастыруға жетелеу болып табылады. Ал бұл бағдарламаны қолданғаннан кейінгі күтілетін нәтиже күнделікті қарым-қатынаста жиі қолданылатын ағылшын тіліндегі негізгі сөздер мен тіркестерді меңгереді. Мысалы айтатын болсақ, амандасқан кезде, танысу, өтініш білдіру, алғыс айту кезінде, қысқа диалогтар мен шағын мәтіндердегі таныс сөздер мен тіркестердің мағынасын түсінеді. Тыңдалым және оқылым барысында негізгі ақпаратты анықтай алады, өз ойын қарапайым сөйлемдермен және дайын тіркестермен жеткізе алады. Күнделікті өмірдегі қарапайым диалогтарға қатыса алады. Ағылшын тіліндегі сөздер мен тіркестерді орфографиялық және фонетикалық тұрғыда дұрыс қолдана алатын болады. Жалпы авторлық бағдарламаның мазмұндық бөліміне келетін болсақ, бағдарлама 8 бөлімнен тұрады. 8 бөлімнен тұрады. Оның бірінші бөлімі Greetings and Introduction. Here we can use greetings, forwards, introductions, polite expressions, and pupils will to learn how to use to be, affirmative sentence, interrogative, and negative forms. The second unit is family and the friends. The third unit is about school life. Here pupils will use school subjects, school supplies, people at school, activities and routines, and they will know about days of week using present simple and statements, questions, and negative sentence. The fourth unit is daily routines. The fifth unit is food and drinks. Sixth
units is hobbies and the free times. And the 7th unit is around us, and the last unit is every day. Жалпы бұл бағдарлама 13 сағат теория, 21 сағат практикадан тұрады. Және бұл бағдарлама 4-ші сыныптың қазіргі қолданыстағы оқулығына қосымша ретінде қолдануға болады. Жалпы бұл бағдарлама сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қолданып көріңіздер және нәтижесіне бірге жете берейік. Қатысқандарыңызға рахмет.